Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Таиландтан сәлем. Таиландтағы мына бағаларды көрсете кетейін сіздерге. Тамақтың барлығы өте арзан, керемет. Міне 100 бат деп тұр. Мына шашлык крокодилдің етінен 100 бат, ол шамамен 1300 теңге. Міне неше түрлі тамақтар бағалары жазылып тұр. Егер көріп тұрсаңдар, көбісі бізде жоқ. Ана море продукты дейді ғой, море продуктылар. Міне мына 100 деп тұрса, 100 бат ол 1300 теңге шамамен. Біздің ақшамен. Бәрі өте арзан, тамақтар өте керемет. Неше түрлі бізде жоқ тамақтарының дәмін татуға болады. Бұл жерде міне натуральный сок жарты литрі 50 бат. 50 батын ол жаңағы 600 теңге шамамен. Мынандай стақандарға анандай миксермен сығып береді. Шырынын таза, кез келген осындай ананас болсын, жаңағы кокос болсын, басқа тропикалық соктарды сығып құйып береді. Жарты литр стаканға сол шамамен біздің ақшамен 600 теңге ғой. Міне неше түрлі манты, пельмень. Міне осы жерде стакандарға сығып береді. Мынау кокос 40 бат тұрады, 500 теңге. Міне осындай стаканға таза шырынды құйып береді. Міне мынандай қылып 600 теңге тұрады. Кез келген осындай бізде жоқ, көрмеген әртүрлі фрукты, жеміс жидектердің жаңағы дәмін татуға болады. Одан басқа акула етін, неше түрлі балықтардың етінде дәмін татуға болады. Осы мұхитта жүретін балықтардың. Мына жақта манго, неше түрлі жаңағы овощтар. Міне балық еттері, шаян, кез келген тамақты дәмін татуға болады. Келіп саяхаттап осындайлар жерлерді көру керек, қыдыру керек. Ананың бәрін дәмін тату керек. Орыстар білет қайда бару керек. Орыстар өте көп бұл жерде. Міне неше түрлі тамақ. Міне даже шаян да бар. Енді мына жерде неше түрлі құмырсқа. Бізге келмейтін тамақ. Мына жақта суши әртүрлі. Бірақ өте арзан. Сушиларын 40 бат, ол жаңағы 500 теңге ғой бұл айтқанда. Көшелері таза, ешқандай қылмыс жоқ, ұрлық жоқ, мотоциклдарды тастап кете береді. Керемет. Саяхаттаңдар, қыдырыңдар, ақша жинаңдар оған, дайындалыңдар, жоспар құрыңдар.